Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін қыстық салат жабам, күріш қосылған. Ол үшін 1 стакан сұйық майға жарты килограмм пиязды қуырып алдым, майдалап турап. Одан кейін жарты килограмм сәбізді күштен өткіздім. Оны да сәл қуырып аламыз. 3 килограмм қызанақты алдын ала еттартқыштан өткізіп, 10-15 минутта бөлек қазанға қайнатып алдым. Жарты килограмм тәтті бұрыш майдалап турадым. Оны да салып, оның үстінен қайнап атқан қызанағымызды қосамыз. 1 стакан күріш жуып алдым алдын ала. 1 қанылтыр, кішкентай банк құты. 1 бұршақ горох қостым. Оны қосу қоспа өз еркіңіз, қоспасаңыз да болады. 1 ас қасық тұз, жарты стакан қант. Осы кезде 1 шай қасық уксусный кислота қоссаңыз болады. Үстіп араластырып, қақпағын жауып, жарты сағат жай отқа қайнатып алдым. Соның арасында банкілерімді жуып, булап алдым, стерильдеп. Дайын салатымызды буланған, жуылған банкіге үстіп құямыз. Мен видеом ұнаватса, лайк басып, каналыма жазылмаған болсаңыздар жазылып кетіңіздер. Алдағы уақытта жаңа видеолар саламын. Үстіп бәрі банкіні толтырып шығамыз. Толтырғаннан кейін аузын дұрыстап жауып, менде бұраңды банкілер. Жауып болғаннан кейін төңкеріп орап қоямыз жылы нәрсемен суығанша. Әбден суығаннан кейін салқын жерге сақтаймыз. Мен видеомның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.